Миллионерлердің 7 әдеті. Барлық адамдарды миллионерлердің өмірлік ұстаныстары мен дағдылары қызықтыратыны шындық. Сондықтан біз сіздердің назарларыңызға миллионерлердің ең негізгі 7 әдетін атап көрсетеміз. Олар молшылықты басқаша түсінеді. Әлемнің ең бай адамдары болып есептелетін Опра Уинфри, Уоррен Баффет және Сара Брейклинде не байланыстырады? Оларды бір ортақтық барлығының инвестициялық шоттарының бар болуы. Олар молшылықты инвестиция жасау деп түсінеді, өйткені жиналған ақша жаңа мүмкіндіктердің ашылуына жол ашады. Оларда жоқ деген сөз болмайды. Ешқашан берілмейді, әрекет етеді, бір орында тұрып қалмайды, орталарын дамытады. Жетістікке жеткен адамдардың басым көпшілігі үшін жоқ деген сөз жоқ. Олар тек алға қойылған мақсаттарына жетуді көздейді, сол жолда жұмыс жасайды. Олар ақшаны басқаша жұмсайды. Шынымен жетістікке жеткен адамдар жоғары жалақы және байлық екеуі екі нәрсе екендігінің жақсы түсінеді. Олар алтындатылған таққа отыру синдромына ада. Олар шығындарын табыс көлеміне сай жүргізбейді. Мәселен, мультимиллиардер Уоррен Баффеттің тұрғын үйі небәрі $31,5 мың. Марк Цукербергтің мініп жүрген көлігі 30 мыңға бағаланған Volkswagen GI. Олар тәуекелдердің түр-түрін қолданады. Кезінде Билл Гейтс былай деген: көп жетістікке жету үшін көп рет тәуекелге бел буу керек. Сондықтан да үнемі тәуекелге бару жетістікке жетудің ажырамас бөлігі. Олар үнемі жеңімпаздармен бірге жүреді. Кедей адамдар төменге тартады, тәуекел ету мен пайда табудан айнытады, өйткені олар өздері пайда таба алмайды. Ал бай адамдар пайда таба алатындармен араласады, олардың баға жетпес тәжірибесін сіңіреді. Шыңайы бәсеге олар жаңа мүмкіндіктер ашады. Олар асқақ арман қояды. Арман ең күшті алға жылжытушы. Олар армандарын орындалатындығына сенеді, бірақ ешқашан қиялдамайды. Қиялдар жүзеге асырылуын талап етпейді, ал армандар талап етеді. Олар бос уақыттарын өздерін дамытуға арнайды. Бай адамдар ең басты әдеті олар бос уақыттарын өте тиімді алатын. Бай адамдардың ең басты әдеті олар бос уақыттарын өте тиімді алатындығы. Олар бірі-бірі қуып кететін сериалдарды көрмейді. Арнайы зерттеуші мамандардың пікіріне қарағанда, әлемдегі байлардың 70% теледидарды күніне 1 сағаттан ғана көреді. Сонымен бірге, олар бос уақыттарын өздерін дамытуға арнайды.